Мен сіздерге ғапыл сөзінің қазақша қандай мағыналарға келетінін айтып берейін. Ғұлама Абай атамыз сая жүзгендер, ғапыл қалар. Ақиқатта, білімде тереңінде деген өлең жолдарында осы ғапыл сөзін қолданады. Қазақшадағы ғапыл сөзі көңіл бөлмей тастау, салғырт қарау, селқостықпен мән бермеу, немқұрайлықпен ескермеу деген мағынадағы ғафлат деген түбір сөзден қазақ тіліне енген. Бұл сөз өзіне пайдалы екенін ұға алмау, соған миы ақылы жетпеу дегенді білдіреді. Мән бермеу, жаңылысу, байқамау, ескермеу, пайдалы екенін ұға алмай айырылып қалу мағынасына келетін осы ғапыл сөзіне ғұламалар мынадай анықтама берген. Бірінші, өзіне пайдалы екені анық көрініп тұрса да, соны ұға алмау. Екінші, нәпсісі нені қаласа, солай уақыт өткізу. Үшінші, жеткілікті дәрежеде көзі ашық болмауы себепті өзіне пайдалы нәрсеге мән беріп ескермеген үшін жаңылысуды да ғапыл деген. Абай атамыз адам ғапыл дүниені дер менікі деген өлең жолдарында осы ғапылдық туралы айтады. Ғұламалар қасиетті Құранда дүниелікте, рухани да пайдасын білмеген, бұдан хабарсыз адамға ғапыл деп түсініктеме берген. Өзіне пайдасын біліп тұрып, жасамау ғапыл, ал ойынан шығып кетсе, ұмыту болады деп ұмыту мен ғапылдықтың айырмашылығын көрсетіп берген. Жасымда ғылым бар деп ескермедім. Пайдасын біле тұра тексермедім деген өлең жолдарында ғапыл сөзі өзіме пайдасын ұға алмадым деген мағынада қолданылған. Қасиетті Құранда хайуаннан төмен деңгейге түсіп, жүрегіне мөр басылғандарды ғапыл деп сипаттаған. Ғапыл сөзі Құранда хабары жоқ мағынасында да қолданылған. Ғапыл жүрекпен жасалған дұғаның қабыл болмайтыны туралы айтылған хадистер де бар. Ғұламалар ғапыл ұғымына ең үлкен жаманшылық және ішкі жан дүниені қараңғылық басу. Ең терең ұйқы, ғапыл ұйқысы. Ғапыл қалғандар нәпсінің азғыруына ереді. Ғапыл қалмаудың тек жолы Алладан қорқу. Күнәні жасап, оған өкінбеген ғапыл, күнәні жасаудан да жаман. Надандық, білімсіздік ғапыл қалуға алып баратын жол деп сипаттама берген. Ненің болса да пайдалы екені ұға алмай айырылып қалу, жоғалтып алу мағынасында ғапыл сөзіне Абай өлеңдерінен мынадай мысалдар келтірейін. Ары бар, ақылы бар, ұяты бар. Ата-ананың қызынан ғапыл қалма. Бүйтіп ғапыл қалмау ғой. Тәңірім қақса, пендене етер. Шын болып, уәдеге бармай қалсақ, ғапылдықтан айырылған ызасы өтер. Ал достар, ғапыл сөзінің қандай мағынаға келетінін үйрендіңіз, ендеше жақсы нәрседен ғапыл қалып жүрмеңіз. Естісөзден естілердің айтқан жақсы сөздерін ести жүріңіз, естілердің жақсы ісінен үлгі өнеге алуды біліңіз.